Сәлем қыздар, сіздермен бірге бота. Мен бүгін сіздермен баклажаннан және көкөністерден жасалынатын қуырылып пісетін икраның жасалу жолымен бөліскім келеді. Қысқа арнап жапсаңыздар өте керемет болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет заттар баклажан, пияз, сәбіз, болгар бұрышы және помидор қажет болады. Ең бірінші баклажаннан бастаймыз. Сыртын тазартып, осы видеодағыдай етіп, қатты майдалап жібермей, ірілеу 4 бұрыш етіп турап аламыз. Туралған баклажандарымызды таза үлкен ыдысымызға саламыз. Баклажандарымыздың үстінен тұзымызды себеміз, қатты ащы қылып жібермеңіздер. Тұзымыздың үстінен мұздай қайнаған суымызды құямыз және де баклажандарымыз толық бататындай етіп, жауып 15 минутқа қалдырамыз. Пиязымызды турап аламыз. Жуып тазартып алған пиязымызды кәдімгі тамаққа тураған сияқты етіп турап аламыз. Келесі кезекте болгар бұрышын турайтын боламыз. Болгар бұрышы қызыл, жасыл болса да болады. Кез келген пайдаланыңыздар. Осы видеодағыдай етіп, ұзынша етіп турап аламыз. Бізге жарты килограмм, яғни 500 граммдай сәбіз керек болады. Сәбізімізді палауға тураған сияқты ұзынша пішінде турасаңыздар болады. Қызанағымызды, яғни помидорымызды тураймыз. Бізге 1 килограмм шамасында помидор керек болады. Майда 4 бұрыш етіп тураңыздар, себебі қуырылған кезде толықтай суы тартылуы керек. Чеснокты өз қалауларыңызға қарай қосасыздар. Егер дәмін ұнатпасаңыздар, қоспай қоюға да болады. Менің отбасым қатты жақсы көреді, сол үшін чеснокты майдалап турап қостым. Ерекше иіс және де дәм береді. Қазанымызды отқа қойып, 400 мл майымызды құямыз. Майымыз қызғаннан кейін 15 минут бойы тұзды суда тұрған баклажанымызды саламыз және де 20-25 минут бойы қуырамыз. Қыздар, міндетті түрде қатты отта қуырыңыздар. Баклажанды отын төмендетіп қоюға болмайды. 20-25 минут бойы қуырылған баклажанымыздың үстіне пиязымызды және де сәбізімізді саламыз. Кішкене тұз себеміз. Тұзын көп сеуіп жібермеңіздер, бірден әші болып кетеді. Араластырып, тағы да 15-20 минут бойы қуыратын боламыз. Пиязымыз бен сәбізіміз толықтай қуырылып, майға батқанша қуырамыз. Пияздың және сәбіздің суы тартылып, осылай қуырылған кезде оның үстінен болгар бұрышын саламыз. Араластырып, болгар бұрышының да суы тартылғанша 15 минут шамасында қуырамыз. Болгар бұрышы қуырылып жатқан кезде майдалап турап алған, дайындап алған чесногымызды саламыз. Чесногымызда бірге қуырылып кетуі керек майға, шикі болып қалуына болмайды. Оның үстінен домалақ қара бұрышымыз саламыз. Көп салмаңыздар, 10-15 шақты салсаңыздар жетеді. Лавр жапырағын қосамыз және де араластырып, тағы да қуырамыз. Ендігі кезекте майдалап турап алған помидорымызды саламыз. Помидорымызды салғаннан кейін қыздар араластырып, міндетті түрде бақылаңыздар. Помидордың суы шығады. Сол су толықтай тартылып кеткен кезін қуырамыз. Қыздар, мен газда қуырдым. Сол үшін әрқайсысын 15-20 минут бойы қуырып жатырмын. Егер ошақта немесе қатты отта қазанда жасайтын болсаңыздар, барлық заттың суы тартылып, таза қуырылғанға дейін қуырыңыздар. Қазанымыздың бетінде осындай помидордың соғы шығады. Суы, осы су тартылып, барлығы кетіп, тек қазанның бетінде май қалған кезге дейін қуырамыз. Егер суы толықтай тартылмайтын болса, икрамыз ашып қалуы мүмкін. Сол үшін қазанның бетіндегі суы барынша тартылғанға дейін қуырамыз. Икрамыздың суы тартылуға жақын қалған кезде осылай банкаларымызды ыстық буда 6-7 минут бойы ұстаймыз. Себебі банкамыздың ішіндегі көзге көрінбейтін шаңдар, микробтар кетеді. Және де жабатын қақпағымызды да қайнап тұрған суға салып, 1 немесе жарты минут бойы қайнатып аламыз.
Қыздар, мінекей экранымыздың бетінде помидордан қалған су мүлдем қалған жоқ, тек қана май қалды. Енді қазанымыздың астын сөндіріп, тазартып алған, булап алған банкаларымызға құямыз, және де өзіміздің банкі бұрағыш затымызбен банкаларымызды жабамыз. Жабылған банканы міндетті түрде тексеруді ұмытпаңыздар. Осылай жатқызып, қолыңыздың құрғақтығы арқылы тексерсеңіздер болады. Қысқа арналған баклажаннан жасалған икраларымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецепт арқылы жасап көріңіздер. Сіздерге 100% ұнайды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Бота. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де видеоларымды бақылап отырыңыздар. Қысқа арналған басқа да банкалардың жабылу жолымен міндетті түрде бөлісетін боламын.